Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біз сүтті ешкі шаруашылығы жайлы видео роликтерді ары қарай жалғастырамыз. Қыс мезгілінде ешкілерге қандай күтім қажет? Ешкілер суықтан қорқа ма? Қыстық қоражай қандай болуы керек? Осы және басқа да сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Бұл видео сізге және сіздің ешкі шаруашылығыңызға пайдалы болары сөзсіз. Ең әуелі қыстық қора жылы, таза әрі құрғақ болуы шарт. Қыста қора температурасы +4 +6 градус Цельсий аралығында болғаны дұрыс. Әрбір ешкіге 1,2 метр квадрат деген өлшеммен салынса, мұндай қораны ешкілер өздері ақ осы температурада ұстай алады. От жағудың қажеті болмайды. Қорада ауа сору жүйесі болғаны дұрыс. Алайда ауа тартымы мен соққы жел болмауы керек, яғни сквозняк болмайды. Күн шуақ мезгілде далаға шығып бой жазып тұрғаны да жақсы. Ешкінің суыққа төзбейтін ең тез тоңатын жері желіні мен құлақтары екенін білгеніңіз дұрыс. Ал енді қысқы рацион жайлы айта кетсек. Қыстық қораға кіргізгенде ешкілердің рационы тез өзгеріп кетпегені дұрыс. Кейбір ешкілер мұндай жағдайда тамақтан бас тартады, ал кейбірінің сүті тез тартылады да лактация мерзімі қысқарады. Мұндайды болдырмасы үшін минералдар мен витаминдерді уақытылы берген дұрыс. Ал ас қалдығы мен жуынды ішетін ешкілеріңіз болса, бұл жақсы. Алайда ешкі асқазаны бұзылған тамаққа әлсіз болады. Бұзылған, ашыған нәрсе беруге болмайды. Бұл ешкінің тәбетін қашырады. Қыста ешкілер қолдан су ішетіндіктен шөлдеп сусап қалмауын қадағалағаныңыз жөн. Франция ең көп ешкі өсіретін ел. Француз ғалымдарының зерттеуінше 1 литр сүт беру үшін ешкіге 1,4 литр су қажет. Судың маңыздылығын осыдан ақ біле берсеңіз болады. Қыс мезгіліндегі ешкілердің күтімі жайлы видеомыз осымен аяқталды. Қыстан мал жандарыңыз аман-есен шығуларыңызға тілектеспіз. Бізге қолдау білдіріп, арнамызға осы видеомызға лайк басыңыздар. Арнамыздағы басқа да видеоларды көріңіз. Сау болыңыз.